тыңдап жан-жақты ізденуді бастадым кеттім. Егер баламның ары қарайғы сау да салауатты өмірі менің қолымда болса, әуелі Алла әрине, мен неге бұлай бүктісіп жатуым керек деген ойға келдім. Мен қатты сынып, көз жасымды тоқтата алмай қалған кездегі күйеуімнің де еңсесі түсіп кеткенін байқадым. Және сен анау-мынауға сынбаушы едің ғой деген сөзі жаныма батып кетті. Жан-жақтан ауыр сөздерін біздей қадап, жанды ауыртып жатқан сөздер қаншама. Таңнан кешке дейін соткада отырған ғой, балаға қарамағансыңдар ғой, құлатып алғансыңдар ғой деген тілгілеулердің өзі жеткілікті. Білмеймін қайдан күш келгенін, бірақ мен дүр сілкініп өз-өзімді тез жинауға тырыстым. Себебі мен құласам, ол да құлайтын түрі бар, және біз балапанымыздың болашағына балта шабатын түріміз бар. Барлығы түптеп келгенде әуелі Алла маған келіп тіреліп тұрғанын түсіндім. Содан кейін көздің жасын сүртіп,